Шуақты Өзбекстан көз тоймас сұлулығы, тәмсәндірар қалалар мен қонақ жайлығы ғана емес. Бұл мәдениеті мен тарихы тереңдегі ел. Қазақ пен өзбек сан ғасырлар ауылы аралас, қойы қоралас бірге өмір сүріп келе жатқан туыс халықтар. Кезінде бір-біріне бауыр болған ұлт. Бүгінде шекаралас мемлекеттер. Олардың тарихи байланысы мешіттер, мұражайлар, рухани орталықтар мен қалалар көптеп кезген. Өзбекстанға келген әрбір турист міндетті түрде Науаи облысындағы Нұратаға барады. Себебі онда Бұқара мен Самарқандты билеген әйгілі шешен, қазақ пен өзбектің биі Әйтекенің кесенесі бар. Оны этникалық қазақтардың өтінішімен тұрғызған, ал бүгінде ол Өзбекстанның зиярат туризмінің бір объектісіне айналып отыр. Әйтеке биге зерттеулер көп келген. Бұрында зерттелген. Әзір бұл Қазақстаннан жылда май айының 3-ші аптасында Әйтеке бидің басында зират болады. 4-ші аптасында Ташкентте Төле бидің Шайханда орда Төле бидің басында. Демек май айының 2-ші және 3-ші аптасы Өзбекстандағы 2 бидің басында зират қылу күні болып есептеледі. Зиярат туризмге бізге ең үлкен себеп ол біздің Әйтеке бидің осында жатқаны. Біз кеше сол басына бардық, қол жайып, табындық деп айтуға болады. Енді соны біз өзіміздің еліміздегі азаматтарға осыны жеткізсек, айтсақ, көрсетсек, ең жақын бізге көршіміз және стратегиялық көршіміз ол Өзбекстан. Сондықтан біздің көп ата-бабаларымыз осында жерленген. Сол біздің зиярат туризмге өте маңызды болады деп ойлаймын. Өзбекстан Республикасында Ұлы Жібек жолы Самарқанд, Бұқара, Хиуамен қатар Науаи облысымен де қиылысады. Раби Мәлік, Сардоба, Мирсаид Балхром мен Мавлана Ариф Тигарани ежелгі сауда жолындағы басты аялдамалар. Сондай-ақ ол әлі күнге дейін өз пішінін жоғалтпаған. Науаидағы тағы киелі жерлердің бірі Мәуернахр жорығында әскерді біріктіріп, бітімгерлік қызметімен танылған Қасым Шайх пен Тас мешіті. Сонымен қатар 10-шы ғасырда тұрғызылған Чашма мемориалдық кешені бар. Ол ежелгі соғды жерінде орналасқан. Тарихи деректерде бұл жерде Ескендір Зұлқарнайын біздің дәуірімізге дейін 4-ші ғасырда өткен делінеді. Халық арасында бұл мекенге метеорит құлап емдік қасиеті бар бұлақ көзі ашылған деген аңыз да жүр. Ондағы су температурасы қысы жазы бір қалыпты. 19,5 градус жылы. Өкінішке қарай пандемияның салдарынан туризм тұралап қалғанын білесіздер. Әйтпесе Қазақстаннан келетін туристердің саны 2019 жылы 80%-ке өсіп, 60 мыңнан 12 мың адамды құрады. Енді біз қазақстандық әріптестерімізбен тәжірибе алмасып, турбизнес арасындағы өзара ынтымақтастықты дамытуға келісіп отырмыз. Қамқорлықты туризмді роландыру жақсы мақсат қылынген. Хорезм әлемнің ең көне аймақтарының бірі. Онда 250-ден астам тарихи әрі киелі нысандар сақталған. Сондықтан дәл бір орта ғасырға тап болғандай күй кешесіз. Көз сенгісіз бақшалар, патша залдары, сән салтанатқа толы сарай. Шығыс хандары мен әмірлерінің өмірі жайлы аңыз әңгімелер көптеп айтылады. Солардың бірі Нұралыбай хан сарайы. Оны тұрғызғанда әлемнің түпкірінен шеберлер мен зергерлерді алдыртқан деседі. Оған көз жеткізу үшін Хорезм аймағындағы Хиуаға келдік. Ежелгі Хиуа хандығынан қалған баға жетпес мұра Ичан қала. Ол 16-шы ғасырдың соңында шығыстағы мұсылмандықтың ірі орталығына айналады. Ичан қала бұл қала ішіндегі ерекше қала. Өйткені ол ежелгі дәстүрлерді сақтай отырып, өзіндік мәдениетте өмір сүріп келеді. Алпыс төрт медресе болған. Енді медресе дегенде қазіргі кезімізді айтқанда институт, университеттер. Енді бізде 120 қарахана болған. Қары дегені бұл бізде Құранны жаттан білген адамны қары деп айтады. Енді қазір айтады ғой соны. Енді бізде 50 мечет болған. 18 минарет болған. 18 минарет дегенде енді бұл көп нәрсеміз бізде сақталып қалмаған. Себебі бізде
30 реттен көп бұзылып кеткен қаламыз. 4 рет основания бұзылып кетті. Енді бізде қарап тұрыңыз, мына ішінде 26 гектардың ішінде 58 объект, ондан басқа бізде үйлер де бар. Үйлер енді бұл 270 үйіміз бар, 2500 адамнан артық адам қазірде тұрады. Алдында тұрған қазірде тұрады бізде. Ичан қалада біздің Бекет атамыз медреседе оқыған деген дерек бар екен. Осы жайлы айтып өтсеңіз. Мәдени тарихымыз біздің Ишан қаланы қазақтармен байланысы, себебі бізде ішінде Ишан қаламызда медресеміз бар. Медресеміз бұл 18 ғасырдың медресесі. Бұл медресенің ішінде біздің қазақ ағайындарымыз да оқыған. Хива хандығыдан кейін бізде енді бұл медресеміздің ішінде Бекет ата. Бекет ата бұл қазақтар ғалым сондай кісілер кетіп кетті. Енді біздің бұлай қарағанда кейін ақырғы династиямыз последний нейді? Қоңыратский династия. Қоңыраттар да басқарып, бізде мысалы Мұхаммед Рахим хан Фейруз болған. Осы сыртқы қаладағы орналасқан Нұролабай сарайына арнайы түрде әлемнің түпкірінен енді зергерлерді, ұсталарды алдыртқан дейді. Нұролабай сарайының ерекшелігі енді бұл сізге айтсам заман уже бұлай айтқанда резиденциясы басқа уже современнелестіріп соғылған. Ол Нұролабай сарайының соққан кезінде бізде минолиттар деген халықта болған. Мұхаммед Рахим хан Фейруз кезінде келіп минолиттар да болған. Қазіргі енді современ есті терезелеріне и нақыш нелеріне бәрінің жазуыны солар келтіріп әкелген осында. Хорезм аймағына туристердің қызығушылығы артуда. 2019 жылдан пандемияға дейін 400 мыңнан астам саяхаттаушылар келген. Ол 2018 жылға қарағанда 3 есеге артық. Көне елді мекенге ықыласты ояту үшін Хорезм мен Қазақстан туроператорлар арасында серіктестіктер де орнатылды. Иә, серіктесеміз деп қол байласып жатырмыз. Осы көп болған жоқ. Алматыға осы жақтан бір туроператор келген. Ол туроператор өзінің біраз турларымен таныстырып кетті. Сол кезде олар айтқан зират тур деп айтады. Олар енді мынау паломнический тур дейді орысша айтқанда. Көп шетелдің қонақтары тек қана Қазақстанда емес, Орта Азияны көргісі келеді. Біздің қазіргі күндегі екі ел арасында саяхат турларын ұйымдастыру жайлы сөз байластық. Қазақ-өзбек серіктестігі бойынша зиярат, медицина және экотуризм салалары негізінде саяхаттаушылар санын 2 есеге көбейтуді көздеп отырмыз. Ол үшін Ақтау-Үргенч, Ақтау әуе рейстарын ашуды жоспарлаудамыз. Біз hamkorlik qilishni rejalashtirganmiz. Орта Азиядағы ежелгі қалалардың бірі Ташкентте тарихи әрі киелі 38, ал облыста 720-дан астам нысан бар. Өзбек еліне келген не мемлекет ішінде саяхаттап жүргендер бірінші кезекте елордадан 15 километр қашықтықта орналасқан Зәңгі ата кесенесіне барады. Ташкентте бұл сәулет өнерінің жауһары 15 ғасырда күйдірілген кірпіштен тұрғызылған. Онда ұлы жүздің төбе биі Төле бидің сүйегі жатыр. Өзбектер Қарлығаш би деп атап кеткен шешеннің кесенесі көрші елдің зиярат туризмнің нысанына айналған. Бұл тұрған жеріміз Төле би атамыздың, Шейх Хован Тахир атамыздың зияраты. Зияраты екі кесене бар. Первый бұл бірінші Төле би атаның рухани ұстазы болған кісі Шейх Хован Тахир ата, соң Төле би атаның кесенесі. Төле би атасы ұлы жүздің биі. Төле би атасы өзі көрмесе де Шейх Хован Тахир атаны рухани пир деп атап, соң өзі айтқан қайтсам ұстазымның қасында жерленгіздер деген сөзге көрі, бұл жерде таскенде ұстазының қасында жерленген, бұл кісінің айелі ұрпақтары барлығы Қазақстанда жерленген. Біздің екі бабаларымыз Шейх Хован Тахир ата и Төле би ата бір жерде. Неше ғасыр болды? О бұрынден. Бұл дегені өзбек, қазақ бұрынден инақ, туыскен, ынтымақтылықта өмір сүрген. Бір жерде жерленгіздер дегені бізден соң ұрпақтарымызда бөлінместен біргелікте өмір сүрсін деген ойы болуы мүмкін. Қазақстан мен Өзбекстанды сан ғасырлар бойғы тарих байланыстырады. Бүгінде екі ел арасындағы зиярат туризмі түркі халықтарының рухани мәдениетін жаңғыртуда.